Assalamu alaikum, құрметті көрермендер. Мына жылқының артқы бөлігін қалай бөлшектеуді, бұзуды көрсететін боламыз. Мына алдарыңызда тұрған жылқының артқы саны 2. Мына шатын пышақпен бөліп аламыз. Жаяға ет қалдырамыз. 2 санға жеткізіп ойып аламыз жаяның еттерін. Бұл жерде ең бастысы әр өсектің өзінің етін орында қалдыру. Міне бір санды апарып тастап, екінші санын бұзуды көрсетеміз. Екінші санын тура солай өзіңіз бұзып алсаңыз болады. Тілген де керек. Мына қараңыз, қыртысы қалай қалың. Қиымшақты бөліп аламыз. Жіңішкелеп тігіп, жіңішкелеп кесіп, әрбір буыннан шығарып отырсаңыз, өз әп-әдемі болып осылайынан бөлшектерге бөлінеді. Қыртысының өзі бармақ береді. Жылқы 3 елі берді. Көрерменнің сұрауы бойынша түсіріп жатырмын бұл видеоны. Видео ұнаса басқалармен де бөлісіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Басқа өңірлерде де осылай істей ме, соны пікірге қалдырыңыздар. Мына жерде без бар, міндетті түрде алып тастаңыздар. Тамыр, без дегендер міндетті түрде алыну керек. Мұның жамбастың етін бөліп аламыз. Өзі аршық шығарамыз. Жамбас алынды. Жамбас 4-ке шабылады, немесе кесуге болады арамен. Мына жерде тұздар сіңу үшін солай кесіп тастайды. Бұл өйткені теріге жабылады, көктемге сақталады. Мына жерде тамыр бар. Енді міне ортаңғы жілікті кесіп аламыз. Және де астында жаяның еті қалу керек. Асық жілікпен ортан жілікті жаяның етімен бөліп алу. Өзді байқасаңыздар, әрбір еттің өз арасы бөлінген. Сол бойынша пышақ салып атсаңыз
із тұрады өзі. Шатаспайсыз еттерінен. Бұл екі жілікті де екі бөлу керек. Бұны ортасына кесті, осы жерден шабылады. Сүйектің еті пісу үшін осылайын тіліп тастасаңыз болады. Жаяның еті қалды. Осында тамырын алып тастап, тілгілеп тастаймыз. Май жалко дейсі? Май жалко дейсі? Мына жаңа без болады. Тамыры жүрген жерде без болады. Оны еттердің арасына осылай бөліп тұз сіңу үшін және де арасы пісу үшін. Мына сүрленіп көктемде жейтін еттер ғой.